Сәлем достар, бүгін біз сіздермен балды торт дайындайтын боламыз. Рецепті өте қарапайым, ол үшін бізге қажетті болатын заттар: 3 жұмыртқа, ұн, ас содасы, қант, бал және сары май қажет болады. Ең алдымен 3 жұмыртқамызды осылай жарып алатын боламыз. Үстінен қантымызды салып, жақсылап араластырамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте оңай әрі дәмді болып жасалады. Көп затты қажет етпейді. Әрі балаларыңызға да үйдегі адамдардың барлығына ұнайтын болады. Және де жұмыртқамыз бен қантымызды араластырып болған соң біраз уақытқа қоямыз. Оның арасында біз осылай медымызды баяу отта ертіп алатын боламыз. Еріген соң түсі осындай қоюланады. Сол кезде біз осылай сары майымызды бетіне салатын боламыз. Жақсылап араластырып, шамалы суыған күтеміз. Әйтпесе біздің жұмыртқамыз пісіп қалуы мүмкін. Достар, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Осылай жақсылап араластырып алатын боламыз. Осылай араластырып болған соң, жаңағы дайын болған жұмыртқа мен қантымыздың бетіне салып, барлығын жақсылап араластыратын боламыз. Қозғау барысында осылай саламыз. Барлығын араластырып, біртекті масса шығарамыз. Және де үстімізден арнайы електен өткізіп дайындап қойған ұнымызды салып, тағы да араластыратын боламыз. Мінекей бізде осындай масса дайын болды. Енді пергамент қағазымызды үстінен форма салып, қызып тұрған пеште пісіріп алатын боламыз. Сіздер пергаментті сызып алсаңыздар болады. Мен осылай істеуді жөн санадым. Ол енді өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты. Бәрібір де жанын кесіп тастайтын болғандықтан мен сызып алған жоқпын. Шамамен 3-4 қасықтай салып, бәрін біркелкі етіп жағып шығатын боламыз. Пісіру барысында міндетті түрде қарап тұрыңыздар, себебі корждар өте тез піседі, күйіп кетуі мүмкін. Корж дайындап жатқан кезде, пісіп жатқан кезде біз кремін дайындауға кірісеміз. Ол үшін біз осылай 2 жұмыртқаны жарып алып, үстінен қант салып араластыратын боламыз. Және кішкене ас содасын.
шамалы ұн салып араластырамыз. Üstüne sütümüzü koyamız. Егер жасап жатсаңыздар, комментарийға сіздер қалай жасадыңыздар, қандай рецептпен жасадыңыздар, сіздерде өзгеше заттар болса жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде барлық комментарийді оқитын боламын. Сол үшін өз ойларыңызды қалдыруға болады. Осылай араластырып крем дайындап алдық. Біз енді кезекте корждарымызды пісіріп болдық. Кремімізді де дайындап, шамалы отқа қойып алдық. Енді мінекей осындай формада тортымызды жинауға кірісетін боламыз. Егер сіздерде форма болмаса, жай қалыпты түрде жинай берсеңіздер болады. Жан-жанын ең бірінші болып кесіп алдым. Себебі ол бетін әсемдеген кезде қажет болады. Осылай жеке-жеке әр бетіне кремімізді жағып шығатын боламыз. Тортымыз дайын болған кезде міндетті түрде 4 сағаттан жоғары қойып қою қажет болады. Себебі крем сіңіп өте дәмді әрі жұмсақ болуына көмектеседі. Осылай тортымызды жинап алдық. Енді форманы алып тастауға болады. Ең соңғы кремді ең бетіне жағатын боламыз. Қонақ күткен кеседе жасай салуға өте оңай, әрі өте дәмді торт. Дүкеннен алып шығындалмайтын боласыз. Сол үшін өздеріңіз осылай жасауға тырысыңыздар. Жаңағы торттың жанынан қалған корждарды біз үгітіп әсемдік үшін пайдаланамыз. Сол үшін торттың жанын қырқып алуды ұмытпаңыздар. Нәтижесінде бізде осындай керемет торт пайда болды.